Қайырлы күн, құрметті достар. Жолға шық, жол өз алып барады дейді. Жаһан жолымен жобасы жалғасып жатыр. Бүгін біз Қазақстанның орталық нүктесі Қарағанды қаласындамыз. Біз мұнда тарихты өз көзімізбен көріп танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл қысқа ғана блог сіздерге ғана арналған. Іштегі түсініксіз күйді сіздерге қалай жеткізерімді білмеймін. Себебі дәл менің артымда тұрған ғимаратта Алашорда үкіметі премьер-министрінің орынбасары болған қазақтың тұңғыш математика профессоры, мемлекет және қоғам қайраткері Әлімхан Ермек тұрған. Ол кісіні барлықтарыңыз тарихтан білесіздер. 1890-1970 жылдары аралығында өмір сүрген дәл осы Қарағанды облысының тумасы, және де тарихты біліп ақтарған кісілер бар болса, бұл кісінің қазақ халқы үшін жасаған үлкен еңбегін білесіздер. Ол Ленинмен бірге 8 сағат бойы тайталасып, қазақтың ең алғашқы территориялық тұтастығын бекіткен болатын. Дәл осы азаматтың тұрған үйіне келіп, қазіргі тыныс тіршілігімен танысуды шешіп отырмын. Сіздерге де обзор ретінде түсіріп, назарларыңызға қосымша ұсынатын боламын. Қарағандыға келген кезде міндетті түрде осы жерге келемін, көремін деп жоспарлайтынмын. Жоспардың бүгін сәті түсіп тұр екен. Көшенің қасбетімен қарағанда ғимараттан кескіні дәл осындай өте тарихи, өте көзге қатты ыстық болып тұрған ғимарат Қарағанды қаласындағы Абай 58 мекен жайында орналасқан. Қабырғаға дәл осындай тақтайша бекіткен. Бұл Әлімхан Ермектің дәл осы үйде тұрғанын білдіреді. Мұражайдағы қызметкерлердің айтуынша 8-ші пәтер деген болатын. Жаңа барып есігін қақтым, бірақ ешкім ашқан жоқ. Соған қарағанда үйде ешкім болмаған сірә. Сонда да өкінбейміз, мүмкін келесі жолы ашық болар. Енді мына ғимараттың сырты, өзінің архитектурасы белгілі бір тарихтың бар екенін айтып тұрған сияқты. Қарағандыдағы орталық зиратта орналасқан Әлімхан Ермек бабамыздың басына келіп, арнайы мәңгілік үй ішінде құран бағыштадық. Бабамыздың жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын. Ол қанша қиын жағдайларды бастан өткеріп, қанша репрессиядан аман қалған. Қарағандыға келген әр қазақтың баласы дәл осы тарихи орындарға соғып, тарихпен танысып, зиярат жасауды өзінің міндеті ретінде санауы керек. Бүгінгі себепкер болған дәл осында келуіме Ардана досыма өзімнің ерекше алғысымды білдіргім келеді. Сіздер де міндетті түрде Қарағандыға келген кезде дәл осы орындарға соқпай кетпеңіздер.